Қайырлы күн, сүйікті оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі сіздерге керемет күшті бір тақырып дайындап отырмын. Өзіңді еш себепсіз жақсы көр. Яғни бұл тақырыптың артында үлкен қазіргі қоғамда болып жатқан әрбір жеке тұлғаның үлкен бір өзекті мәселесі жатыр. Егер де санаңызда кәдімгідей осы түсінік пайда болса, өзіңізді шын мәнінде жақсы көріп, анаңыздан бір жаңа туғандай қалыпта жақсы көріп, өзіңізді қабылдап үйренсеңіз, шынымен де өміріңізде шынайы бақытты өмірді сүретін боласыз, Алла қаласа. Ал әйел адам бақытты болса, оның шынымен де қасындағы баласы да бақытты, оның жұбайы да бақытты, сіздің артыңызда үлкен бір қаншама ата тектің, әулеттің тұрғаны сіздің шынайы бақытты болуыңызға байланысты деп айтқым келеді, әсіресе әйел адамдарға. Енді қазір біз мына қоғамда өмір сүргеннен кейін кішкентай кезімізден қалыптасқан арнайы бір жүйе бар да, сол жүйенің ішінде қалып кетіп жатқан қаншама адамдар бар. Ата-ананың өзі әркімге бір жалтақтап, әркімге бір қарайды да, әркімнің баласына, жақсы оқитын балаға қарап, шіркін-ай, менің де балам жақсы оқыса, жетістікке жеткен бір баланы көріп, шіркін-ай, менің де балам бір жетістікке жетсе деп, анамен де салыстырып, мынамен де салыстырып, баланың ішкі потенциалын, ішкі рухын өшіріп алып жатқан ата-аналар өте көп қазіргі таңда. Сол себепті әр адам мына өмірге келгеннен кейін әр адамның өзінің бір миссиясы бар. Ол мейлі суретші бола ма, ол мейлі қолөнермен айналыса ма, ол мейлі кішкентай кезінен бір ораторлық бір қабілеті бар, мықты саясаткер бола ма, мейлі ол мұғалім бола ма, ұстаз бола ма, мейлі бір адам емдейтін бір емшілік қасиеті бар ма бойында, дәрігер бола ма деген сияқты, әр адамның, мынау 7 миллиард халық болса, әр адамның өзінің ДНК-сына байланысты, әр адамның өзінің мына саусақтың да несі ұқсамайды дейді ғой. Сол себепті әр адамның өзінің бір миссиясы бар мына өмірде атқаратын. Сол миссиямыздан ажырап қалып жатқан қазіргі таңда адамдар өте көп. Енді практик психолог маман ретінде менің алдыма қаншама адамдар келіп жатады. 50-ден 60-тан асқан адамдар, мен өзімді таппай жүрмін деп. Сол мен өзімді таппай жүрмін деген нәрсенің артында да үлкен бір сол өзекті мәселе жатыр да. Себебі өзінің ішкі потенциалын, ішкі ресурсын кішкентай кезінде мүмкін ата-анасы тұншықтырып жауып тастады ма, ән айтқысы келді, жоқ, әнді айтпа, болмаса тағы бір қабілет ашылып келе жатты, жоқ, одан да сен мына бағытпен жүрсең, сен өмірде ақшаны да көп табасың, өміріңде тыныш, жайлы өмір сүресің деген сияқты бағыт беріп қойды ма, болмаса жаңағыдай қоғамның салып берген бағыты болды ма деген сияқты нәрселермен айналып келген кезде, бала мына өмірде өзінің келе жатқан жолынан адасып қалады да. Одан кейін бала өсе келе ертең тұрмыс құрады, басқа бір әулетке келін болып түседі. Ол кезде де біздің енді салт дәстүр бойынша қарасақ, салт дәстүрде де негізі қазақтың менталитетінде жақсы бала рөлі өте көп қой. Енді біздің кезіміздегі адамдарда, жалпы менімен шамалас қоғамдағы қыз келіншектер болсын, қазіргілер енді өте ақылды, олар сіздің де айтқан неңізбен жүрмейді, олар мүлдем басқа деңгейде қалыптасып жатыр, Аллаға шүкір. Ал именно біздің шамамыздағы қатарластарымыз өте удобный бала болып кеткенбіз ғой. Ата-ана не айтады, сен сол бағытпен жүру керексің. Яғни әр баланың өзінің бір жеке пікірі жоқ деген сияқты системамен өмір сүріп кеткенді, шыны керек. Сол себепті сіздерге айтарым, біз қай уақытта өзімізді тауып, өзімізбен қауышып, өзімізбен бақытты өмір сүрген кезде ғана барып, бізге қалаған қарым-қатынаста, біз қалаған ақшада, біз қалаған жаңағы бақытты өмірде сол кезде болады деп айтқым келеді. Сол үшін енді Алла қаласа қазір тағы да 1-2 видео саламын. Ол жерде арнайы практикалық жұмыс, өзіміздің ішкі мені қалыптастыру, өзіміздің ішкі менмен жаңағыдай терең проработкалық жұмыстарды да арнайы тапсырма ретінде бергім келіп тұр. Сол нәрселермен жұмыс жасаңыздар.
егерде мына өмірде шынымен де бақытты өмір сүргіңіз келсе. Енді қазіргі біздің мынау айтып жатқан нәрсеміз енді мынау өзіңді еш себепсіз жақсы көр деген нәрседе айналып келген кезде біздің былай қарап тұрсаңыздар эгомыз өте көп жұмыс жасап кетеді. Біз қазіргі таңда адамдар шыны керек өзін қатты жақсы көрмейді. Біздің мынау қоғамның менталитеті болып кетті ма? Әр адам, егерде мен өзім көп ақша тапсам, шыны керек, мен өзімді қабылдай аламын екен. Егерде мен жаңағыдай жақсы келіндік рөлде жүрсем, мысалы 20 жылдай, биыл 20 жыл толайын деп жатыр мен өзім келін болғаныма, иә. Жақсы келін рөлінде жүрсем, мен өзімді басқаларға жаңағыдай ыңғайлы сезінем екен. Болмаса мен балаларым бір жетістікке жетсе, мен өзімді жақсы көрем екен деген сияқты да. Яғни бұндай ситуациялар адамның өмірінде өте көп, қыздар. Ол тек қана менің ғана басымда емес, бүкіл әйелдердің басындағы проблема. Біздің әйелдердің, қоғамдағы әйелдердің әрбір келіп жатқан, алдыма келіп жатқан әйелдер өзін өзі жоғалтып алу себебі осыдан туындап жатыр да. Сол себепті осы өзекті бір мәселе болғандықтан, осы мәселені сіздер саналарыңызда тереңірек ұғынып, тереңірек өзіңізбен проработкалық жұмысты жасап, өзіңіздің ішкі меніңізді тауып, кішкентай сәбиіңізді бүгіннен бастап қуандырғызсаңыз өміріңізде, келесі күні шынымен де керемет энергияңыз көтеріліп, қуанышты кезеңге, қуанышты бір келесі бір измеренияға өтуге үлкен бір мүмкіндікті. Сол себепті бақытты сырттан іздемеңіздер. Бақыт сіздің ішіңізде деп айтқым келеді тағы да. Бақыт сіздің өзіңіздің ішіңіздегі, жүрегіңіздегі кішкентай сәбиде. Біз қазіргі таңда көп әйелдер вниманияны басқа жақтан күтіп жүрміз да. Кеше жаңағыдай бір тақырыпты оқып қалдым. Ер адам не себепті әйеліне күніге гүл сыйламайды, не себепті отношенияда дұрыс қарым-қатынаста жаңағыдай ер мен әйелдің қарым-қатынасы дұрыс болмай жатыр деген сияқты да. Себебі жаңағыдай әйел адам өзін жақсы көрген кезде ғана, ер адам оны сыйлап бағалай бастайды екен, қыздар. Ал ер адам оған мысалы бәрібір, ол баланы жақсы көру, әйел адамды жақсы көру деген нәрсе емес. Ол себебі біз өзімізді жақсы көрмесек, ер адам өзін жақсы көріп кетеді екен. Ал қашан біз өзімізді қабылдап, өзімізді жақсы көріп бастаймыз, сол кезде барып ер адам жаңағыдай бізді жақсы көріп қабылдап бастайды екен. Сол себепті өзіңізді қабылдап, өзіңізді жақсы көріп, өзіңізді бір ешқандай себепсіз шынайы жақсы көріп бастаңыздаршы бүгіннен бастап. Ол үшін міндетті түрде өзіңізге күніге жаңағыдай айна техникасын жасаңыз, иә. Айнаға қарап тұрып өзіңді шынайы бар болмысымен қабылдап үйреніңіз. Біз қазіргі таңда көп балалардың жаңағыдай ренжіп жүрген, ата-анасына ренжіп жүр. Кезінде маған внимание бөлмедің, сол кезде менде детский травма қалды деп. Оның барлығы шыны керек бос әңгіме. Саналы түрде сіз өзіңіз барсыз ба? Екі қолыңыз бар ма? Вот екі қолыңызбен өзіңізді шынайы қабылдап, жаным, күнім, атыңызды айтыңыз да, бүгіннен бастап мен сені қабылдадым. Қалай бар сен соны қалап қабылдадым. Бүгіннен бастап мен саған ересек позициясына көшеміз, қыздар. Біз қазіргі таңда көп қыздардың қателігі баланың позициясында өмір сүріп жүрміз. Болмайтын нәрсеге ренжиміз, болмайтын нәрсеге өкпелейміз деген сияқты. Егерде сіз санаңыз ересек позициясына өткен кезде, сіз ешкімге ренжімейсіз. Сіз любой нәрсеге жаңағыдай адекватно қарайтын боласыз. Сол себепті Аллаға шүкір, екі қолыңыз бар ма? Бүгіннен бастап сіз өзіңізге көңіл бөліп бастаңызшы. Өзіңізді еркелетіңіз. Өзіңіздің күніге сұрақ қойыңыз. Жаным, күнім, бүгін не жегің келіп тұр? Бүгін не қалайсың? Бүкіл фишканың барлығы сұрақта дедім мен. Тақырыптарым бар, сол тақырыптарды бір қарап шықсаңыздар болады. Яғни өзіңмен сөйлесу арқылы, өзіңмен мәмілеге келу арқылы сіз күннен күнге өзіңізді шынайы ішкі қалауыңыздың барлығын түсініп бастайсыз.
ішіңізде керемет күшті бір потенциал жатыр, керемет күшті бір ресурс бар да, біз сол ресурсты ашуымыз керек. Жалтақтап әркімнің көңіліне бір қарап, әркімнен көңілінен бір шықсам екен, біресе ененің, біресе атаның, біресе қайын жұрттың көңіліне қарап, әркімге бір жалтақтамай, өзіңізді бүгіннен бастап қолға алып, өзіңізді қабылдап, өзіңізді шынайы жақсы көріп бастаңызшы. И сізге деген қарым-қатынас, басқа адамдардың сізге деген қарым-қатынасы, сол кезде сіз көре бастайсыз. Сізді сыйлауы, сізді құрметтеуі, вот сол кезде барып, шынымен де менің жекеме шығып айтсаңыз болады. Шынымен де мына практика жұмыс жасайды екен деген сияқты. Сол себепті бүгіннен бастап өзіңізді еш себепсіз жақсы көріңіздер. Біз егерде өзімізді ешқандай себепсіз жақсы көрген кезде ғана біздің өмірімізде шығармашылық қабілетіміз ашылады. Әр адамның 700 қабілет қасиет бар екен адам бойында. Сол 700 қабілет қасиетті біз аша аламыз, қыздар. Қазір бизнесмендердің өзінде 7-8 кәсіп болу керек дейді да. Бір адамның, жетістікке жеткен адамның 7-8 қабілет қасиеті жаңағыдай бизнесі болу керек дейді да. Егерде сізде өзіңіздің ішіңізге үңіліп, өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай сәбиді оятқан кезде, сіз де көресіз. Неше түрлі идея келіп бастайды, шығармашылық қабілетің ашылып бастайды, әлемді жақсы көріп бастайсың, табиғатты жақсы көріп бастайсың, күйеуіңді жақсы көріп бастайсың, күйеуің саған внимание бөле бастайды, балаң да саған жабыса бастайды. Енді мына нәрсені мен сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Себебі осы нәрсенің барлығымен мен өзім практикалық жұмысты жасап көрдім. Қалай? Сосын тағы керемет бір дүние есіме түсіп тұр, айтып қояйын. Өзіңізді сыртыңыздан бақылап көріңізші. Яғни өзіңізге сұрақ қойыңыз. Жаным, күнім, саған не нәрсе ұнайды? Вот именно мен, мысалы мен 20 жыл өмірімді ұстаз болдым. Университетте сабақ бердім. Қазіргі таңда жеке оқу орталығым бар, сода сабақ беріп жатырмын. Бірақ менің именно жаным психологияны қалайды. Именно мен жаңағыдай өзімнің сыртымнан үшінші тараптан қарап көрдім, түсініп көрдім. Жазира нені жақсы көреді? Жазира не нәрсе болған кезде шынайы мына езу құлағына дейін жетіп, балаша қуанады деген нәрсені өзімнің үшінші тарапынан қарап көрген кезде, мен әсіресе психологиялық интенсив, психологиялық сабақтарға, тренингтарға барған кезде, мынау прям бір паркке қыдыруға бара жатқан сияқты қуанады екен да. Сонда менің ішкі сенімім, ішкі рухым, жаным, вот именно психология саласында адамдармен өзімнің жанымды, санамды түсінетін адамдармен қауышқан кезде, солармен именно сондай тақырыпта сөйлескен кезде менің жаным рахаттанады екен. Сол сияқты өзімізге үңілген сайын, өзіміздің қалауымызды жасаған сайын, сіздің ішкі ресурсыңыз өте мықты бола бастайды. Сізге неше түрлі идея да келіп бастайды. Мен ылғи әрбір келген клиентіме айтам, ішіміздегі ең бірінші өзінің жанына үңілдірем. Өзін тану сабағы дейміз ғой, өзіңді қабылдау техникалармен көп жұмыс жасатам. Именно сіз бүгін өте керемет өзіңізге көңіл бөлдіңіз. Бүгіннен бастап, Алла қаласа, ертеңнен бастап жаңағыдай, бүгіннен бастаңыз жаңағыдай, өзіңіз не қалап тұрсыз, именно сол нәрсені алып беріңізші. Өзіңіздің ішіңіздегі кішкентай сәбиді қуандырыңыз деймін. Именно осы тапсырманы беремін әрбір клиентке. Именно осы тапсырманы ертесі орындаған кезде, қыздардың ертесі келген клиенттің жаңағы көзінің жанарынан байқауға болады. Қаншалықты қуанып, мен мына өмірге қайтадан келген сияқты сезініп тұрмын, Жазира ханым. Мен өзімді сондай бақытты сезініп тұрмын. Болмаса ертесі шынымен де должность өсіп кеткен қыздар болды. Ертесі министерствода медаль алған қыздар көп болды. Ертесі үй алып кеткен қыздар көп болды. Оның барлығына айналып келген кезде өзінің ішіндегі кішкентай сәбимен қауышты. Сол себепті ол адамдарда осындай керемет күшті нәтижелер болып жатыр, қыздар. Сол себепті өзіңіздің ішіңіздегі керемет күшті шығармашылықты, керемет күшті бақытты тапқыңыз келсе, міндетті түрде прям еш себепсіз, жаным, күнім, мен сені қатты жақсы көрем. Сенің бар болғаныңа шүкір. Сен осындай керемет түріңмен жақсы көрем. Сен қалай барсың, мен сені солай қабылдаймын. Прям әр мінезіңізді қабылдаңыздаршы.
Әр адамның бойында тәкаппарлық деген бар. Ол эгомыз мықты болып кетті, мен басқа адамдарды менсінбей кеттім деген нәрсе емес. Сол эмоцияңызды қабылдаңыз. Өзіңіз сондай сыпайсыз ба, ол мінезіңізде қабылдаңыз. Өзіңіз тұйықсыз ба, ол мінезіңізде қабылдаңыз. Прям қандай мінез бойыңызда бар, Алланың берген қасиеті, қабілеті, именно сол мінезді қабылдаңыз, мойынсұныңыз. Өзіңізге рұқсат беріңіз. Өзіңізді жаңағыдай өзіңіздің кішкентай меніңізбен қауышқан сәттен бастап сіз өміріңізде шынайы бақытты сезінетін боласыз. Алла қаласа, енді бүгінгі тақырыбымды түсіндіре алдым деп ойлаймын. Ең бастысы, өзіңізді еш себепсіз жақсы көріңіз. Сіз ақша тапқанда ғана, сіз балаларыңызды керемет бір жетістікке жеткен кезде ғана, не болмаса күйеуіңізге сондай бір удобный әйел болғанда ғана, не болмаса қайын жұртыма мен сондай сыпайы келін болам деп өзіңізді тыраштанып, жаныңызды қинап, сондай адам боламын деп қана өмірден өтіп кетпеңізші. Өмірден шыны керек, өзіңізді бақытты сезінгенде ғана барып сіздің айналаңыз сізді мүлдем басқаша қабылдайтын болады. Түсіндіре алдым ба? Вот именно осы нәрселермен жұмыс жасаңыз. Сіз өзіңіз бақытты болсаңыз, балаларыңыз да бақытты. Балаларыңыз да өзінен өзі саналы деңгейде өздерінің санасы өсіп кетеді. Сіз бақытты болған кезде күйеуіңіздің жанарын көресіз ғой, ол да мүлдем басқаша адамға айналып кетеді. Барлық адам сізді басқаша қабылдап, басқаша